Отандық танымал тележүргізуші Лейла Сұлтанқызы өзінің денсаулығы жайлы әлеуметтік желілерде тарап кеткен ақпаратты жоққа шығарды. Бақ өкілі ешқандай дертке шалдықпағаны мен дәрі ішпегенін кесіп айтты. Лейла Сұлтанқызы ғаламтор кеңістігінде өзіне қатысты жарияланған жаңалық шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Ол Instagram парақшасы арқылы ақпараттың жалған екенін айтып, оқырмандарына алданып қалмауын сұрады. Оған қоса тележүргізуші жазбасында өзі туралы өтірік жазған авторға үндеу жасады. Сұлтанқызы оған біреуге өлім тілеудің орнына өзіне өмір тілеуге кеңес берді. Лейла, шынымен ауырып тұрдың ба не? Сыр бермедің ғой. Лейла, шынымен көмектесті ме? Мен де алайын деп едім. Бүгін осындай хаттардың 30 шақтысы келген шығар. Өтірік, фейк жаңалық. Ешқандай дәрі ішіп жүрген жоқпын. Аурудың бетін аулақ қылсын. Біріншіден, балапанның директоры 3 жыл бұрын ауысқан. Екіншіден, Лейла Сенгирбекова болғалы қашан. Үшіншіден, орысша сұхбат бермеймін. Төртіншіден, автор өзгеге өлім тілегенше өзіне өмір тілесе жөн еді. Расталмаған ақпаратқа сенбеңіздерші, деп жазды Лейла Сұлтанқызы.